Балада дзюдоға мотивация ата-ана үшін де, жаттықтырушылар үшін де маңызды тақырыптардың бірі болып табылады. Және бұл спорттық қызметтің кез келген түріне қатысты. Спортшы оң нәтиже беру үшін, жалпы кез келген адам нәтиже көру үшін, сол қызметтің мотивін түсіну керек. Жаттығу процесінің ең ерте кезеңдерінде спортпен айналысуға тұрақты мотивацияны қалыптастыру ерекше маңызды. Өйткені бала оқытудың мәні мен мотивін түсінбейді және білмейді. Бұл тек дзюдодағы балалар тақырыбына қатысты емес, кез келген спорт түрі, кез келген үйірмеде бала не істесе де, жағдай дәл солай болады. Сондықтан спорттық мансаптың бастапқы кезеңінде жаттығуға мотивацияны дамыту қажет. Бала психологиясы сондай, балалар болашаққа қарап, жалпы жаттығулар мен спорттың маңыздылығы мен қажеттілігін бағалай алмайды. Жаттығу залында және үйдегі мотивация. Жетістікке жету спортшыдан үлкен ерік-жігерді қажет етеді. Ерікті қасиеттер ұзақ уақыт бойы қалыптасады. Қарқынды тәрбие жұмысы оқуға тұрақты мотивацияның ерік-жігерін нығайтуға көмектеседі. Жаттықтырушы жас спортшылардың психологиясын түсіне отырып, жігіттердің психологиялық және физикалық ерекшеліктерін ескереді. Жаңа режимге біршама қарсылық, күш жүктемелері, топтағы басқа балалардың қорқуы мен ұялуы бар. Жаттықтырушының белсенділігі және балалармен жұмыс істеу барысында жеке тұлғаның жағымды қасиеттерінің көрінісі бала үшін ең күшті мотивация болып табылады. Баланы спорт мектебіне апарудан гөрі апармау әлдеқайда оңай. Өйткені дзюдо секциясына бару үшін ата-аналар жаттығу процесіне бейімделуі керек. Күн тәртібін өзгерту, уақыт пен күш жұмсау, спорттық киім сатып алу және оны ұқыпты ұстау, сәтсіздіктер туралы алаңдау және баланың жалқаулығымен күресу және басқа да көптеген факторлар. Осы мәселелерді шешу арқылы ересек адам өзіне және баласына не үшін қажет екенін біледі, ата-ананың ынтасы көтеріліп, баласын белгілі бір мақсатқа жетелейді. Дәл осы мақсатты балаға түсінікті, балаша тілмен жеткізу керек. Кез келген ата-ана ұлын немесе қызын мектептен басқа да бір нәрсеге баулудың түрлі әдістерін ойлап табады. Баланың кез келген үйірмеге немесе секцияға қатысқысы келмейтініне тап боламыз. Бала өз қалауы мен таңдауында өте құбылмалы екенін бәріміз білеміз және түсінеміз. Баланың айналысуға деген құштарлығы жазадан қорқудан, тосын сыйлар мен ақшалай сыйлардан емес, шын ниеттен туындауы керек. Дзюдоға бару ынтасы осы факторлар негізде қалыптасады. Спортқа деген қызығушылық. Ата-ананың үлгісі. Жаттықтырушының беделі. Топтағы тұлғааралық қарым-қатынастар. Баланың спортқа деген ынтасын дамыту бойынша ата-аналардың іс-әрекеті. Мен қазір сіздерге балада тұрақты мотивацияны қалыптастыруға ықпал ететін бірнеше тармақтарды айтатын боламын. Бірінші, спорттық іс-шаралардың қажеттілігі туралы айту. Мотивацияны және жалпы спортқа деген көзқарасты дамытудағы ең маңызды және тиімді сәт. Сабақтардың қажеттілігі туралы үнемі әңгімелер мен пікірлер айту. Балаға оның не үшін қажет екенін түсіну үшін дәлелдер келтіріп, мысалдар келтіріңіз. Балалар әдетте спорт секцияларында, үйірмелерде, дамыту мектептерінде алған дағдылар мен білімдерін сынап көру ретінде емес, барлығын өте жеңіл қабылдайды. Сондықтан ата-аналар сабаққа қатысудың және жаттығуларға көп уақыт пен күш жұмсаудың не үшін қажет екенін түсіндіруі керек. Мысалы, тым абстрактілі сөйлемей, спорт, денсаулық пен күш-қуат деп емес. Ал нақты мысал келтіретін болсақ, спортшылар қазіргі мектеп оқушыларының көпшілігі сияқты іші салбыраған емес, бұлшық еттері күшті, сымбатты және мықты көрінеді. Немесе сенің мақсатың жаттығуларға жай ғана қатысу емес, жеңіске болуы қажет. Қатысу да өте жақсы, бірақ біздің миымыз осылай жасалған. Біз жеңісті жоғары қоюымыз керек. Маған сеніңіз, сонда нәтиже болады. Сабақтардың мақсаты қандай екендігі туралы үнемі айтып отырыңыз. Тіпті ата-ана бала үшін үлкен спортпен айналысуға емес, үйлесімді физикалық дамуға бағытталған болса да. Бұл туралы балаңызбен сөйлесіңіз. Спортқа деген қызығушылықтарын ояту, көрсету. Спорттық бағдарламаларды, спорт журналдарын, спорт және спортшылар туралы фильмдерді көру. Ата-ананың жеке үлгісі балаға үлкен мотивация бере алады. Спорттық отбасы. Балаңызды оның жетістіктері үшін мақтаңыз, бірақ бәрі қалыпты болуы керек. Қолдау және мақұлдау кішігірім жеңістердің гипертрофиясынсыз дозалануы керек. Жеңіске деген ұмтылысты қалыптастырыңыз. Мысал ретінде, балаңызбен бірге оның жеңіске жеткенде қалай сезінетінін армандаңыз.
Мұндай әңгімелер баланы ынталандырып, жетістіктерге қандай да бір мақтаныш сезімін және оның қабілеттеріне сенімін оятуы мүмкін. Жарыстарға көрермен ретінде және қатысушы ретінде барыңыз. Жаттықтырушы әр спортшының күшін үнемі бағалайды. Бала физикалық немесе эмоционалды түрде қатысуға дайын емес делік, мұндай спортшы жарысқа жіберілмейді. Балаларға түсіндірудің тағы бір маңызды жайт, шамамен бірдей дайындықтағы спортшылар әрқашан жарыстарға қатысады. Жаңадан бастаған және тәжірибелі спортшы екеуі бірге бір жекпе-жекке қатыспайды. Баланың қызығушылығын сақтау. Жаттығулар туралы сұраңыз, нәтижелерге қызығушылық танытыңыз. Кейбір қарабайыр болып көрінетін нәрселерге сіз қанша рет еңкейіп немесе отжимания жасадыңыз. Шағын мақсаттар қою және оларға қол жеткізу. Келісіңіз, күнделікті шағын қиындықтарды жеңу және жеңу әрқашан бір жаһандық орнату және оған жылдар бойы барудан гөрі жағымдырақ. Баланың осы жерде және қазір өз нәтижелерін көруі қаншалықты жағымды болады. Нәтиже болмаған кезде де балаңызды жігерлендіріңіз. Ең бастысы, бала шынымен де мақсатқа жетуге тырысуы керек еді. Ол көп жұмыс істеді, бірақ нәтижесі нашар болды, ал ата-анасы есін жиып, оны жағымды нәрсемен жұбатты. Сапар, кинотеатрға немесе кафеге бару, ойын, ынталандыру сөздері. Демалыс уақытын анықтау. Балаңызға аптасына 5 күн жаттығуға баратынын, сенбі мен жексенбі оның заңды демалыс күні екенін және бұл күндері ол қалағанын істейтінін түсінсін. Балаға кездейсоқтықтан гөрі нақты режимде өмір сүру оңайырақ екені сөзсіз. Бапкерінің және дзюдо секциясына қатысқан жігіттердің жетістіктері туралы айтыңыз. Әр жарты жыл сайын сертификаттау семинарлары өткізіліп, студенттер өз білімдерін көрсетеді және студенттік дәрежелерін арттырады. Тағы бір белбеу алу бұл барлық жас спортшылар үшін тұтас оқиға және олардың ата-аналары үшін мақтаныш. Болашақты балаңызбен бірге жоспарлаңыз. Бұл тек егде жастағы жасөспірімдермен жұмыс істейді. Дегенмен балаңызбен бірге дзюдодан қандай жағымды қасиеттерге ие болатынын ойлаңыз. Оның мінезі, ерік-жігері, өзін-өзі бағалауы, өзіне деген сенімі қалай өзгереді. Жазылды. Қорытындылай келе, алғашқы оқу іс-әрекетінің бірінші жылында балалардың мотивациясын дамытудың маңыздылығын тағы да атап өткен жөн. Баланың бірнеше сағат дзюдомен шұғылдануы, телефон мен гаджеттерге ілінбейтіндігі ата-ананы қазірдің өзінде ынталандыруы керек. Жалпы дамуға әсер ету және қызығушылықты сақтау үшін шешуші әрекет жасаңыз. Тұрақты мотивацияны қалыптастыру жаттықтырушыдан да, ата-анадан да көп жұмысты талап етеді.